саламатсыздар ма, құрметті YouTube желісін қолданатын оқырмандар? Бүгін мен сіздермен күнделікті сабақта келмей қалған оқушылармен немесе дарынды балалармен қашықтықтан қалай жұмыс жасауға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін өзімізге керекті сілтемені таңдап аламыз. Бізге бұл үшін Padlet тақтасына қайтадан кіру қажет болады. Padlet тақтасын баса отырып, өзімізге қажетті терезелер шығады. Сол шыққан терезелердің ішінен өзімізге қажетті терезені таңдап аламыз. Бұл терезені таңдап алғаннан соң бізге бірнеше сілтеме көрсетіледі. Сол сілтеменің ішіне кіре отырып, өзімізге қажетті тапсырманы беру үшін оқушыларға сілтемесін таңдап аламыз. Бірнеше сілтеменің ішінен мына жерде сделать деген сілтемені баса отырып, өзімізге қажетті тапсырмаға байланысты сілтеменің біреуін таңдап аламыз. Мысалға, бүгін бізде үйсін тайпалары өтілген болса, үйсіндер жайында тапсырмалар беру үшін мынау Venn диаграммасын үстін басамыз. Venn диаграммасы көрсетіледі. Venn диаграммасы шыққаннан соң өзіміз кез келген жаңағы сөзді жазуымызға болады. Мысал үшін, Venn диаграммасына мен сақ тайпалар мен үйсіндер. Осы екі тайпаны бір-бірінің ерекшеліктерін жаза отырып, ортасына міндетті түрде ұқсастығын жазамыз. Сақтап аламыз. Сақтау үшін бізге поделиться батырмасын басамыз. Поделиться батырмасын басқаннан соң бізге бірнеше нұсқа көрсетіледі. Бұл нұсқалардың ішінен получить QR код дегенді басып алып, өзіміздің қажетті документтеріміздің ішіне сақтап аламыз. Міндетті түрде рабочий столға сақтап, кейін өзімізге табуға ыңғайлы болу үшін. Дайын болған тапсырмамызды оқушыға жіберіп алу үшін міндетті түрде WhatsApp-ына кіре отырып, документті таңдап аламыз. Сілтемемізді оқушымызға жібереміз. Бұл сілтемедегі тапсырманы оқушымыз көріп болғаннан соң, тапсырманы кез келген бос уақытында орындап, міндетті түрде кері байланыс беретін болады. Сілтемеге кіреміз. Сілтемеге кірген бойда бізге мына бүгінгі сабақ бойынша жіберілген тапсырма міндетті түрде осылайынан шығып тұрады. Бұл шыққан тапсырманы оқушы орындап, кез келген уақытта орындап, өзіне ыңғайлы уақытта жіберетін болады. Сол бойынша мұғалім міндетті түрде кері байланыс беріп отырады. Бұл жаңағы платформаның бізге ыңғайлы тұсы өте көп. Себебі кез келген жағдайда оқушымен офлайн ғана емес, онлайнда өте көптеген жұмыс атқаруға болады. Кез келген тақтаға кіре отырып, өзіңіз мына кестелерге жаңағы кестелер түзіп жіберсеңіз болады, немесе презентация жасауға болады. Venn диаграммасы немесе өзіңіздің кез келген идеяңызды, кез келген терезені аша отырып, оқушыға ыңғайлап, тапсырманы ыңғайлап жіберуіңізге болады. Сіздерге бүгінгі менің кеңесім ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар.